Бүгін сіздерге дайын презентация жасап беретін жасанды интеллектпен таныстыратын боламын. Соңына шейін болып тіркеліп өтіңіздер. Google'ға Gamma App деп іздеу жолағына жазасыз. Осы сайтқа өзіңіздің Google аккаунтыңызбен тіркелесіз. Содан кейін плюс батырмасын басып, жаңасын жасайсыз. Яғни басқаннан кейін сіз ортасындағы мәтінге қою дегенді басасыз. Осы жерде мына тұрған бос орынға тақырыбыңызды жазасыз, сізге не керек. Мысалы, мен әлем елдері география пәні бойынша деп жаздым. Сол бойынша маған слайд жасап береді. Және слайдты 8 бетке дейін, 10 бетке дейін тегін жасайды. 10 беттен асатын болса, ол ақылы түрде жүреді екен. Енді төменгі жақта тұсаукесер дегенді басасыздар, ол яғни презентация деген сөз. Содан кейін жалғастыруды жасайсыздар басып. Бұл жасанды интеллектте презентацияны орысша жасап береді екен. Кейін дайын болғаннан кейін біз оны өзімізге икемдеп жасап аламыз, қазақшаға аударып. Енді мына жерде фонды таңдап аламыз. Жалғастыруды басқаннан кейін бізге презентацияны ұсынады. 8 беттен тұратын презентацияны жасап берді. Енді біз бұны экспорт жасап, PowerPoint түрінде өзімізге жасап аударып аламыз. Осы жерде бөлісу деген тұрады. Сол бөлісуді басамыз. Одан кейін мына изучаем страны мира дейді, самые большие страны, континенты дейді, бірнеше бөлімнен тұратын 8 беттік жасап берді. Диаграммамен жасап беріпті, халықтардың санына байланысты елдерді жіктепті. 8 бет слайдты көріп болғаннан кейін төменгі жағында біздің қалдыратын комментарийіміз бар екен, ол смайлик. Енді жоғары жаққа қарай көтеріп, үш сызық тұрған жерді басамыз. Сол жерде экспорт деген бар. Сол экспортты басып, өзімізге PowerPoint түрінде таңдап алып сақтаймыз. Ол бізге компьютерға не болмаса соткамызға түседі. Мына жерде PowerPoint таңдаймыз. PDF түрінде де таңдауға болады екен. Мінекей біздің жасаған презентациямыз жүктелу үстінде. Қарап тұрсаңыздар, айналып жатыр мына жерде. Презентация көшірілді. Енді осы жерде открыть дегенді басып, презентацияны көріп шығуға болады. 8 беттен тұратын презентация міне дайын болды. Қарап отырсаңыздар, диаграммамен, карта түрінде барлығын дайындап берген, бірақ іші орысша. Енді біз бұны компьютерға көшіріп алып, осы жерден Google перевод деген бар. Сол переводқа копировать етіп алып, орысшадан қазақшаға аударып алсақ болады, не болмаса тікелей аудара береміз. Бұл документті біз поделиться жасап, WhatsApp түрінде де жіберіп алсақ болады. Қазір оны көрсететін боламын. Мына жерден поделицаны басып, WhatsAppқа өзіміздің группамызға жіберіп алсақ болады. Қазір ашып көрсетемін. Міне ашылып жатыр. Міне осымен біздің жасанды интеллекттің жасап берген презентациясы дайын. Жасап